Сәлем, менің сұлу да алтын шәкіртім. Бұл медитацияның аты өз-өзіңмен қауыш. Оқыған Нұрила Анарбековна. Ең алдымен медитацияны тыңдамастан алдын құлаққаппен және тыныш әрі жайлы жерге жайғасып алыңыз. Сізге ешкім кедергі келтірмеу керек. Ал енді жайғасып алған болсаңыз, терең 3 рет тыныс аламыз. Жаным, сұлу қыз, сіздің осы өмірге келгеніңіздің өзі үлкен сый, білесіз ба? Себебі сіз әкелік ұрықтан шыққан кезде миллиард бала болып, аналық ұрыққа қарай асығады екенсіздер. Сол кезде жолда қаншама кедергілер, тосқауылдар, вирустар, инфекциялар, тағы көптеген кедергілерден қаншама сіздің қасыңыздағы миллиондаған өмірге асығып жатқан балдар сол жерде әлсіз болып жете алмай қалады. Ал сіз кетіп бара жатсыз, қасыңыздағы қаншама мыңдаған, миллиондаған балалар бар деп елестетіңіз. Олардың барлығы бір жерде тоқтап қалып жатыр, түсіп қалып жатыр, немесе өліп қалып жатыр. Ал бірақ сіз мына өмірге құштарлығыңыз сонша, өмірге келуге асығып бара жатырсыз. Алла Тағала сол сіздің құштарлығыңыз үшін, сіздің қайтпас қайсарлығыңыз үшін, сіздің мықты жігеріңіз үшін тек қана сізді ғана аман сау сақтап қалды. Міне сол құштарлықпен сіз анаңыздың жатырына бір ғана тамшы қаннан кішкентай ғана балапан болып өсіп жатырсыз. Анаңыз, әкеңіз сізге бар мейірімін беріп жатыр. Мына жарық әлемді көруге сәл ғана уақытыңыз қалды. Міне сол жарық әлемді көруіңіз үшін ата-анаңыз барынша сізге күтім жасады. Алла Тағала дәл сіздің осы өмірге келуіңізге үлкен көмегін тигізді. Міне шыр етіп дүниеге келдіңіз. Анаңыз, әкеңіз, туған-туыс бауырларыңыз барлығы қуанып жатыр. Балапанымыз дүниеге келді. Аллаға шүкір деп қуанып жатыр. Алла Тағала сізді мына өмірге жайдан жай қор болу үшін, жылау үшін, өкпелеу үшін, ренжу үшін, қызғану, ашулану үшін жіберген жоқ сізді, жаным. Сізді мына өмірде өзінің сыйын алсын, махаббатқа бөленсін, сұлулыққа бөленсін, әрбір мына табиғаттың тылсым күшінен нәр алсын. Бақытты болсын, бай болсын, бақуатты болсын, ерік жігерлі,
мықты рухты, өзіне сенімді және де өте көркем мінезді болсын деген мақсатпен дүниеге келді. Мына өмірге сіздің келгендегі ең үлкен Алланың берген нығметі ол адамдарға жақсылық жасау арқылы өзіңе жақсылық жасау. Ең бірінші орында отбасыңа және де туған туысыңа, анаңа, әкеңе, бауырларыңа, жақындарыңа, көршілеріңе, достарыңа, барлығына күлімдеп тұрып қарсы алу. Өмірдің әрбір қандай қиыншылығы болмасын, сіз ең бастысы жаңағы қасыңыздағы миллиардтаған ұрықтың біреу болып өліп қалған жоқсыз. Сіз ең бастысына дүниенің қандай керемет екенін сезіндіңіз. Осы уақытқа дейін сіз бұл кереметті сезінбесеңіз, енді сезініңіз. Таңда тұрыңыз, таза ауаның иісін сезініңіз. Судың қаншалықты керемет екенін, сіздің бойыңызға нәр беріп жатқанын сезініңіз. Айналаңыздағы адамдар сізге тек қана жақсылық нұрын себетінін сезініңіз. Қасыңыздағы кіп-кішкентай балапандарыңыз сізге тек қана жақсылық тілейтін адам екенін сезініңіз. Қасыңыздағы жан-жарыңыздың қандай керемет, жүрегі махаббатқа толы адам екенін сезініңіз. Сіз бүкіл әлемді дәл табиғат сияқты қабылдайтын болсаңыз, онда сізді бүкіл әлем сізді қабылдайды. Сіздің ішіңіздегі болып жатқан түрлі сезімдер, түрлі махаббаттар, түрлі бақыт сіздің сыртыңызда көрініс табады, жаным. Сол үшін бұл өмірдегі біздің ең үлкен мақсатымыз мына өмірде керемет, бақытты, бай, бақуатты, мейірімді, иманды, жүрегі тек қана махаббатқа толы жан болу ғана. Мейлі сізден қанша адам өкпелей берсін, ренжи берсін, өсектей берсін, олардың барлығын бір Аллаға тапсырыңыз. Сізге келейін деп жатқан ризықтарды өз қолыңызбен кеспеңіз. Сіздің жаныңыз, жүрегіңіз тынышталған кезде, сіз барлығын махаббатпен қабылдай бастаған кезде, Алла Тағала сізге керемет сыйын береді. Ал біз көбіміз Алланың рөліне кіріп кетеміз. Бастығым маған ақша бермеді, туысқаным ақша беріп ем, ол маған қарызын қайтармады, ана оңбаған үйтті, өкімет бүйтті деп ешқашан кінәламаңыз. Сіз егерде кінәлай беретін болсаңыз, өміріңіз батпақтың үстіне батпақ болып, қарыздың үстіне қарыз болып, мына әлемді жек көріп кетесіз. Мына әлемді біз жаратамыз. Алла Тағала біз үшін, дәл біз үшін бүкіл әлемді бізге бағындырып қойды. Қараңызшы, айналаңыздағы барлық табиғат, тіршілік нәрі, су, жердің өзі, жер ананың өзі біз үшін егін егіп нәр береді. Бүкіл жануарға дейін, жәндікке дейін бізге қызмет етеді. Барлығы біз үшін қызмет етеді. Алла Тағала сондай бізді шексіз сүйетін, соншақты бүкіл әлемді бізге бағындырып қойды да. Ал біз кішкентай ғана өз отбасымызды бақытқа бөле алмай отырмыз.
Жаным, алтыным, осы уақытқа дейін білем, басыңнан қанша қиын күндер өтті. Алайда сүйкімдім менің, сұлуым менің, өте жүрегің кең екенін мен білемін. Сенің жүрегіңді тас қылған өмір екенін де білемін. Алайда айналаңа қарашы. Дәл осы өмір, қазіргі сенің отырған жерің, қазіргі сенің жасап жатқан айналаң, үйің, ол сенің алдыңғы шешімдеріңнің нәтижесі. Ал егер сол өмір саған ұнамаса, онда бүгін, дәл қазіргі сәттен басқа шешім қабылдауға тиіссің. Өміріңді өзгерту өз қолыңда. Өміріңнің әдемі де, көркем, сұлу, махаббатқа толы болғанын, бақытты болғаныңды қаласаң, онда сен де соған қарай қадам жаса, соған қарай ұмтыл, әрекет жаса, арманда, жүрегіңді аш бүкіл әлемге, Алла тағаладан бүкіл нығметті сұра. Алла тағала сен сұрасаң береді. Ол өте шексіз мейірімді. Сол үшін өміріңді өзгертуге тек қана өзіңнің ішіндегі сезімің ғана маңызды. Сол сезіміңді басқару ол өз қолыңда. Егер сен жақсы өмірге, жақсылықтарды көруге, адамдарға нұр шашуға дайын болсаң жаным, олай болса, дәл қазіргі сәттен бастап шешім қабылда. Мен өмірімді өзгертем. Бүкіл әлемді, бүкіл айналамдағы адамдарды махаббатпен қабылдаймын. Алла тағала әрбір сәтіңде, әрбір секундыңда Алланы ұмытпа. Әл-Раззақ, Әл-Кәрим, Әл-Уаххаб. Алланың ең сүйікті құлысың. Сау бол жарқыным.